Армысыз қазақ елі, бүгін біздің қонақта сізге танымал, сіздің сүйікті спикеріңіз, ағартушы, қоғам белсендісі, жан мен тән сауықтыру орталығының жетекшісі Ахметбек Нұрсила. Аха, тағы да сізді көргеніңізде қуаныштымын. Қош келдіңіз. Бармыз. Енді сіз де шаршамай айтып жатсыз, мен де шаршамай сізді шақырып жатырмын. Рахмет сізге, уақытыңызды, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Енді бүгінгі тақырып адам мен қоғам туралы сөйлесейік. Алдыңғы сұхбаттарда небір сұрақтар көтердік қой. Енді бір өткір сұраққа дайын болсаңыз, мен айта берейін оны. Қыз дайын болса, біз дайын. Ол адамның жауапкершілігі туралы сөйлессек. Бірінші сұрақ: егер қоғам әлсіз болса, кінә билікте ме, әлде халықта ма? Енді билік пен халықтың арасында текетірес адам жаратылғаннан бері келе жатқан шығар. Ешбір билік өзінің билігін қолынан берге қойғысы келмейді. Билік деген сөздің аты айтып тұр ғой, билеп төстеу, бағындыру. Ешкім бағынышты бола қойғысы келмейді. Ешкім қолынан билікті де бере қойғысы келмейді. Сондықтан билікті қолынан беріп қойып, миллиондаған халықтың бір аз ғана топқа езіліп жаншылып жатқанына қоғам кінәлі деп ойлаймын. Өзі антагонист билік әрқашан кез келген билік билеу үшін, өз әмірін жүргізу үшін келеді. Бұл табиғаттың заңдылығы. Мысалы, айғыр үйірін басқарады, ол айғырды қоймадың ғой. Жоқ, енді табиғатта мен мал баққан адамда, мысалы, ол өзінің үйіріне біреудің келіп араласқанын, болмаса өзінің құлындары, биелерін қайда болса солай қаңып кеткенін қаламайды, ол басқарады, өз әмірін жүргізеді. Отбасында да әмірін жүргізеді. Сол сияқты келген билік халықты басқарғысы келеді. Егер де ол биліктің өте мейірімді болуы, биліктің осы халыққа қызмет істей болуы, енді егер авторитарлық, егер оны ешкім бақылап, ешкім оны егер жолдан тайсаң, сотталасың, біз сені өлтіреміз, басыңды аламын деп отырмаса, адамның жаратылысы өз басын қорғайды, және адамда тойым жоқ. Билікке де, байлыққа да тойым жоқ. Сондықтан билік бұрын неге монархия болды? Непотизм деген бар, өзінің ұрпағының қамын ойлайды. Неғұрлым ұрпағына беріп кеткісі келеді. Өзі билеп төстеп беріп. Егер соған көнсе, момын болса, жуас болса, береке бірлігі жоқ болса, әрине халық кінәлі деп ойлаймын. Билік априори жер бетіндегі осы халық үшін жанын берді, халық үшін тура басын бәйгеге тікті деген билік басындағы енді ертегі қияли немене болмаса, ол өте сирек. Ал енді бір кездегі билік басында болған хандарды, төрелерді сөйтіп суреттейді. Осылай болған, шіркін-ай, осылай әділ болған деп. Тәуке хан. Меніңше, ол да аңыз көп жағдайда. Демек, адам өзгерген жоқ. Жоқ, адам өзгерген жоқ, өзгермейді. Сонда әділетсіз қоғамда өмір сүріп отырып, үнсіз қалған адам ол жәбірленуші ме, әлде сізге серіктес бола ма? Серіктес әрине. Мен үнсіз қалу деген сөз, құлдыққа өз басыңмен кіру деген сөз. Сен әділетсіздікті көріп отыра, үндемесең, сен сол әділетсіз қоғамда қорлық көріп, жәбір көріп, тоналып, сорлы болып өмір сүруге лайықсың. Өйткені сен өз құқығыңды, өз бас бостандығыңды сұрамасаң, талап етпесең, сен соған лайықсың ғой. Қайбір қоғам өсіп жетілген кезде, мысалы бір кезде құлдық адамдарды кәдімгі мал сатқан сияқты құлдыққа сатқан. Кімдер сатты? Қару жарағы мол, әскері мол, мықты дамып кеткен елдер
барды да дамымаған елдердің адамдарын кәдімгі мал сияқты сатты. Демек адам өз кінәлі бәріне. Әрине басқа кім кінәлі? Енді ол қорқады ғой биліктен. Заң бар, тәртіп бар. Билікке қарсы шықса 15 суткаға соттайды, тіпті болмаса штраф ақшамен соғады, тіпті болса бірнеше жылға соттап тастайды бір статьяны тауып. Бұл жерде заң бұзушылық деген заңсыз қоғам өмір сүре алмайды. Егер мүлде заң болмаса, онда кісі тонау, ешкім сені заңға тартпаса, сен әлімжеттік көрсетіп, сен біреудің дүниесін тартып алып, құлдыққа салып жатсаң, онысы мүмкін емес қой. Сондықтан адамзат жетілгеннен кейін, қоғам болып өмір сүре бастағаннан кейін заңдар пайда бола бастады. Ол заң кім үшін жазылады? Ол заң қазір айтады, мысалы, ата заң жазылып жатыр, билік пен халықтың арасындағы келісім шарт деп айтады. Шындығында да меніңше заң ол бір кодекс. Біз осылай өмір сүреміз, былай болғанда былай не істейміз. Мысалы, біреу басбұзарлық жасаса, біреудің затын ұрдап алса, біреуді зорласа, біреуді өлтірсе не істейміз дегенде, онда мына заң бойынша халық келіседі, мынандай жаза қолданамыз деген. Мен соған келіспеймін. Ата заң деген билік пен халықтың ортасындағы келісім шарт деген меніңше дұрыс емес. Заң деген халықтың өмір сүру ережесі. Өмір сүру ережесі. Өмір болғаннан кейін ауыс түйіс болады, қоғамдық неше түрлі байланыстар болады, басбұзарлық болады, болмаса мемлекеттің жинаған бір қаржыны ортақ бәріміз жинаймыз ғой мемлекеттің бюджетіне. Соны қай жаққа жұмсалуын қадағалайды. Бұл қоғам сүрудің ережесі. Ол заң маған тікелей қатысы бар. Мен осы қоғамда өмір сүріп жатырмын. Сонда бұл қоғам сүрудің ережесіне мен қатысуым керек деп ойлаймын. Егер мен қатыспасам, ол ережені біреу жазып қойса, ол ереже менің құқығымды бұзса, менің отбасымды қорғамаса, оған кім кінәлі? Қатыспаған мен өзім кінәлі. Халық әлеуметтік желілерде Facebook бар, Threads бар, Instagram бар, сол жерде өзінің пікірлерін айтып жатыр. Кейбір адамдарды сол пікірлер үшін жазалап жатыр билік. 15 сутка береді анам деді. Соны көріп отырған халық кейбірлері шу көтереді, бұл не деген сұмдық деп. Кейбірлері шошып кетеді, қой мен кішкене былай абайлап сөйлейін дегендей. Демек, билік өз мақсатына жетеді, халық шошиды, үндемей отырады. Мен айтам, кез келген мәселені шешімін табу үшін оның түп себебіне үңілу керек. Бұл барлық елде емес, Қазақстанда дәл осындай жағдай. Мысалы, Данияға барсаңыз, бұндай жағдай жоқ. Халықтың бәрі өзінің сөзін еркін айтады. Сол сен Фейсбукқа, Инстаграмға бір пікір айттың деп, ешкім оның үйіне полиция келмейді, 10-15 сөткеге жаппайды. Оған халық мүмкіндік бермейді. Неге осылай болып қалды дегенде, бұның түпкі себебін қарасақ, түпкі себебі адам өзінің жанын қорғағысы келеді, және біздің мына 250 жылдан астам мына Ресейдің бодандығында болып, бағынышты құлдық психологияның сіңіп қалғанда. Сондықтан халық қазір оян қазақ деп, алаш ардақтылары қаншама жыл оята алмай кетті ғой. Оян дегенде ол физически ұйқыда жатқанда ояту емес, санасын ояту еді. Халық, билік сенің қолында. Сен тәуелді боп, біреуге құл боп өткің келмесе, есіңді жи, болашағыңа жұмыс істе. Білім ал, егемендігіңді ал, қорғаныс жаса, әскер құр. Алаштың айтқаны сол ғой. Жақсы, енді тарихи бір сәттер болды. 91 жылы бізге айтты, ең соңында, сендер қалдыңдар ғой, барыңдар, егемендігіңді алыңдар деп бізді шығарып жерді. Зорлап тұр егемендікті әперді. Бұл аспаннан келген кездейсоқ бақ. Мысалы, бір адам кедей болып жүріп, аяқ астынан лотерейден ақша ұтып алса, болмаса бір тендер ұтып алып, аяқ астынан ақша бір сәті жүріп кетті, бір кәсіп жасап ақшасы пайда болса, ол адам 1-2 жылдан кейін міндетті түрде қайтадан кедейленеді. Ол кездейсоқ келген нәрсе. Ол оны тәсілімен, біліммен, шеберлігімен тапқан жоқ. Егер халықта бұл егемендікті, мысалы, украиндар қазір Ресеймен қырылысып жатыр ғой,
Ол егемендікті алғаннан кейін оның көзінің қарашығындай қанмен келген егемендікті сақтайды. Ал бізге ол егемендік бүйтіп сыйға тартыла салды ғой. Мысалы, сен демек бағаламаймыз. Мынандай немене бар. Мен әкем, ана бауырларым қарт ойнайды. Соны бір күні тауып әкелген ақшасын отқа тастай салыпты да, бүйткен ақшалардың керек жоқ деп. Сонда ешқайсысы барып ана оттан ақшаны алмаған. Егер ол еңбекпен тапқан ақшасын отқа түссе, жүгіріп барып ананы жұлып алатын еді. Яғни егемендікте еңбекпен, қанмен, күреспен болғанда, мысалы, біреу айтуы мүмкін, 86 жылғы мына құрбандар, желтоқсан құрбандары, қаңтар құрбандарының қаны төгілді ғой деп. Оны әрбір халықтың оның жарасы, оның оты шарпымады ғой. Егер бүкіл халықты шарпса, осы мысалы егемендік үшін мен барып тамақ апарып бердім, күндізін ұйықтағам жоқ, тегін жұмыс істедім, қиналдым, жақынымнан айырылдым деп. Әрбір қазақ өзінің тәнімен, өзінің денесімен басынан өткізсе, ол оны бағалайтын еді. Ал қаңтар нені дәлелдейді? Қаңтарда Аттөбеліндей адам ғана көшеге шықты, халықтың санына байланысты. Аттөбеліндей адам азаптанды, ал қалған халық телевизордан көріп отырды. 20 миллион халық. Иә, телевизордан көріп отырды. Соқтан тегін келген нәрсенің қадірі болмайды негізі. Сонда қоғамды өзгерткісі келмейтін халық еркіндікке лайық па? Лайық емес. Біз енді билікке қарай, міне, билік өйтті, билік бүйтті деп жүре берсең, өмір бойы сөйтіп жүре бересің. Бұл құлдық сана, кез келген билік, оған билікке ренжіп керек жоқ. Мысалы, мен бұрында мысалдар келтірем ғой. Мысалы, далада жүрген бір түлкі, ана жақтан бүркіт келе жатыр, оны жейін деп. Сол билік бүркітке ренжи ме? Сен аспанда, мен жерде жүрмін. Менің саған мүлде титтей де қиянат жасаған жоқ. Не ақың бар менде деп ренжімейді. Ол жанталасады, қашып құтылуға тырысады, болмаса жақындап үстіне түссе, онымен тістеседі. Мен сізбен кішкене келіспей отырмын. Ол табиғатта ғой. Ал мысалы бізде қазіргі заманауи мемлекетте билік қағазда жазылған халықтың құлдары деп, слуга народ дейді ғой. Халыққа қызмет ету керек жазылған. Демек, билік халықты қаратпау керек, оны тиіспеу керек, оның жағдайын көтерту керек, халық үшін қызмет ету керек. Көрдіңіз ба? Оның міндеті жоқ, бүркіт сияқты түлкіге жабылатындай. Оның міндеті бүркіт болса, тамақты тауып, халыққа алып келу. Солай деп қабылданған ғой. Ал енді билікке қол жеткен адам, әсіресе қандай қоғамда? Жалпы билік, мысалы, президент, министр, прокурор, сот деген кім? Айталық, мемлекетті бір ауыл деп алайық. Бір ауыл, үлкен ауыл, 10 мың адам тұрады. 10 мың адам тұрғаннан кейін, біз айтады, түрлі жағдайлар бар. Мына ауылдың ішіне жол салуымыз керек. Ауылдың ішіне ортақ мектеп салуымыз керек дейді. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін халықтан ақша жинап, әркімнің шамасына қарай, тапқан табысына қарай мектепке жол салайық дейді. Оны кім біреу қарап отыру керек қой. Соң айтады, мына көрші ауылдармен бір келісім шарт жасаймыз, жер бөлісеміз, тағы бірдеңке болады. Онымен біреу бар, бүкіл 10 мың адам, ауылдағы адам барып сөйлеспейді ғой. Бір адам сайлап қояйықшы дейді. Ол адам айталық сиыр бағып жүр, бақша егіп жүр. Ол айтады, мен ана көрші ауылмен барып келісім шарт жүргізсем, мен бала-шағамды кім асырайды? Айтады, онда сенің бала-шағаңыз біз асыраймыз. Арамыздан ақша шығарамыз да, саған бір айлық төлейміз. Сен біздің сөзімізді сөйлейсің дейді. Сен бізге қызмет жасайсың дейді. Халыққа қызмет жасайсың. Өйткені жалақы төлеп отыр. Кім? Жалақы деген жалшының ақысы деген сөз. Яғни сен халықтың жалшысың. Сенің отбасыңды мен асырап отырмын. Сен егін егіп, мал бағып, ақша тауып жатқан жоқсың. Осы тұрғыдан түсінген кезде адамдар билікке дәл осылай қарау керек. Сен уақытша қойған біздің қызметшімсің. Мысалы, сен үйіңе бір адам шақырдың. Төбені жөндеп жібер, электричествоны жөндеп жібер деп.
болмаса бақшамды бір жыртып бер деп. Ол кеп саған билігін жүргізсе, мынаны бүйт, мына жерге шыршек, мына жерге алмек десе айтасың, ей, үйдің қожайыны мен саған ақша төлеп отырмын, мен айтқанымды істейсің. Кім ақша төледі, соның сөзі жүруге тиіс. Негізгі немене дамыған елдерде билікке осындай көзқараспен қарайды. Біз саған жалақы төлеп, біз сенің отбасыңды асырап отырмыз. Әйтпесе ол күн қалай күн көреді? Бірақ Қазақстанда билікте отырған адамдар, тіпті әрбір қызмет мекемелерде отырған адамдардың жағдайын қарасам, бәріне топырақ шашпайық, бірақ біразы өмірлері жақсы, астындағы көліктері жап-жаңа, джип мыңдаған доллар тұрады, үйлері коттедж, әйеліне, балаларына, жиендеріне небір пәтерлер, үйлер, бизнес, кафе, тойхана ашылған. Ол парақорлықтың белгісі ғой, коррупцияның белгісі ғой. Ең сорақысы, халық осыны қалыпты деп қабылдап алған. Мысалы, кез келген ауданға барсаң, ауданның әкімі деген ең төменгі, ауылдың әкімі жарайды. Өйткені ауданның әкімінің қолында бюджет бар. Біздің Үржарға қанша әкім келді жан-жақтан. Бір шамаданмен келеді, миллионер болып кетеді. Ал жалақысы соның ары кеткенде $2000 шығар. Ары кеткенде. Ол сол $2000 1 миллион теңге табатын, 1,5 миллион болсын, соған сай өмір сүру керек еді. 2 миллион теңге табатын адам астына $100,000 мәшинесін міне алмайды. Басына үстіне 2 қабат үй сала алмайды. Қаладан үй алып алмайды. Оның туысқандары, достары, бүкіл маңайында жүрген адамдардың бәрі біледі. Бұның табысының 99%-ы халықтың ақшасын қанап ұрдап жатқанын. Ол кәдімгідей ұры. Біреудің үйіне түсіп ұрлаған адамды ұры дейміз ғой. Ол кәдімгідей ұры, халықтың ақшасын ұрлап жатқан ұры. Бірақ қоғамда бұл қалыпты жағдай. Оның әке-шешесі де, бала шағасы да, ағайын туғаны да өзінің ең жақын адамының ұры екенін, ұры болғанда халықтың қалтасына түсіп жатқанын біледі, бірақ оған құрметпен қарайды, төрге шығарады, үйіне қонаққа барады, қонаққа шақырады. Сен халықтың ақшасын ұрдап атқан арам адаммен қызметтес болып отыр, қонақ қылып, қонақ барып, сонымен араласып жатырсың. Егер дамыған елдерде, дамыған ел болғанда, дамыған демей-ақ қояйық, құндылығы ар-ұяты бар елдерде ұрыны төрге шығармайды, ұрыны құрметтемейді. Сіз дамыған ел деп тұрсыз, дамыған елде демократия бар. Иә. Ал бізде қараңызшы, мына көпшілік қателессе, ашшылықтың шындығы маңызды бола ма? Көп қорқыта, терең батырады. Қалай болғанда да. Ашшылықтың жаяудың шаңы, жалғыздың үні шықпайды деп ойлаймын. Енді бостандық деген жалпы ең үлкен құндылық қой. Бәрі бостандық, басының еркін болғысы келеді. Енді абсолюттік бостандық жоқ, бірақ салыстырмалы түрде адамның өзінің сөзін айта алуы еркін, өзінің көзқарасын білдіре алуы осы бостандық деп ойлаймын. Егер аузыңды біреу жауып отырса, бірдеңе айтуға қорқып отырсаң, ол бостандық емес. Жақсы, жауапкершілікті үнемі жүйеге арту, ол тұлғалық әлсіздік емес пе? Әрине әлсіздік. Мен үнемі айтам, біз бір сиқырлы таяқ іздейтін халықпыз да. Қалай болса да, өйткені мен әлеуметтік желіде, мен өзім денсаулық саласындамын ғой. Қандай видеолар өте көп көріледі, қандай бір видеолар бөліседі адамдар десең, айтады, еркек қуаты, аламанның бәйгесі, егер простатиттен жазылғың келсе, тестостерон көтергің келсе, мына балды жеп алсаң, күнде 2 қасық болды, мынандай болып шыға келесің. Ал енді тестостерон деген еркектің шынымен қуаты. Ол қашан адамда мықты болады? Ол көп физикалық қозғалыс болғанда, дұрыс тамақтанғанда, ұйқысы дұрыс болса, жүйкесі мықты болса, оның тестостероны жақсы болады. Егер ол кешке дейін абыржып, қайғырып жүрсе, ол аз қимылдаса, өйткені ол биология ғой, денең өндіреді, ұйқың қанбаса, дұрыс тамақтанбасаң, саған күш қуат беретін тамақтар жемесең, бір балды жеп, ішіне бірдеңке қосылған, тестостероның мұнай болып кетеді деп, соң менің жігіттерім айтады да, осылар керемет көп сатылады, керемет қырғын ақшаны табады дейді.
сондай нәрселер болмаса алтын сіз қоңызбен тұлғалық әлсіздік пен еркектің әлсіздігін шатастырған жоқсыз жоқ, ба? параллель. Өйткені қазақ сиқырлық таяқ іздейді. Сонда да айтады, бір жақсы билік келсе шіркін-ай, бір өте мейірімді, халықтың қамын ойлайтын, ел дегенде еңірегенде етегі толатын Ататүрк сияқты бір келсе, содан кейін бәрімізге бір керемет жағдай жасап тастаса дейді. Ой, Ататүрк деген 25 мың имамды теңізге отырғызып өлтірсе ғой. Соны армандайды. Кеше менің бір класстас досым Америкада бір аты жаман енді бірдеңке деген немене, енді ол қолдан жасалған видео ақша таратып жатыр. Көрген шығарсың бір Қытайда. Келеді мейрамдарда ақша таратады, тура ана әрбір адамға дейді пашка ақшаны таратып жатыр. Сол жібереді, шіркін-ай, Қазақстан досында біреу келіп ақша таратса ғой дейді да. Сиқырлы таяқ іздейді. Оның денсаулығында біреу келіп бір таблеткамен жазылып кету керек. Ақшаны да барып үйте қойсаң кімді қарайды? Ана коучтар бар, бүйтсең, сен ана стақанға су құйып, ана Тұрсынбаева деген бар, соған дұға жасап, маған 3 бөлмелі квартира сүф десең, 3 бөлмелі квартира келеді десе, соны жасайды ғой халық. Солардың миллион қарайды. Үмітсіз шайтан деген осы ма? Жоқ, бұл бала сияқты аңғал халықтың бірдеңкеге ана сиқырға сенуі. Былай жазсаң болып қалады. Соң кейін де ойлайды, жамандық көрсем менен емес, биліктен, жақсылық көрсем, ол да биліктен. Сыни көзқарас жоқ па? Қалай сондайға сенеді? Сыни логикалық көзқарас жоқ. Кашпировский заманы өткен шығар енді. Сыни көзқарас жоқ. Кашпировский ол ғалым адам. Кашпировскийдің жасағаны рас. Мен оған оған кетіп қалмайық. Оған жаққа кетіп қалмайық. Онша давай мына өзіміз халыққа немесе тобырға қайда. Тобыр психологиясын талқылайық. Неге адамдар ақиқаттан гөрі мына қауіпсіз өтірікті таңдайды? Бұл да адамның жетілмей қалуы. Адамның басқа хайуандардан айырмашылық адамның санасы ғой. Азаматтық қоғам дегенді, мысалы, саналы қоғам деп айтса болады. Ал енді адамды не басқарады? Хайуани инстинкті басқарады да. Аман қалу. Сол кезде аман қалай қаласың дейді. Артыңды қысып, үндемей отырсаң, аман қаласың деген. Бір кезде айтатын, ойбай, орыстарға қарсы сөйлеме, орысқа қарсы сөз айтпа, Лениннің суретін салма, кішкентай кезден бізді қорқытып өсірді ғой. Сол қорқыныш қазір билікке қарсы сөйлеме дегенмен келді. Халық қараңғы болған сайын, сауаты аз болған сайын, бір сиқырға сенген сайын, бір тылсым дүниеге сенген сайын, ол бағынышты бола түседі. Сонда мысалы Екатерина кезінде бостан босқа ана имамдарды, молдаларды ақша төлеп тұрып, жалақы беріп тұрып, қазақтың даласына жіберген жоқ қой. Екатерина не қылады қазақты? Не керек оның қазақтың бір исламға, дінге бағынғаны? Бағынышты бол. Сонда тобыр мына санасы ол табиғи құбылыс па, әлде мына әдейі қалыптастырған күй ме? Әдейі қалыптастырған күй. Көбінесе. Өйткені қай жерде авторитарлы билік көп ұзақ болады, сол жерде тобырлық сана да көп болады. Қазір әрине маған тасылақтартындар көп болады. Бір кезде төресіз ел болмайды, төбесіз жер болмайды деген біздің санамызға кіргізді. Құнанбайды айтады, қарадан шығып хан болған деп айтады. Мен айтам, қара деген кім, ақ деген кім? Ақ деген ақсүйек, ақсүйек деген кім? Қожа молдалар және де Шыңғысханның тұқымы дейді. Мен айттым, бір рет қолымды кесіп кетті, қарасам сүйегім қара емес екен. Мен наймамын. Ойлап жүрдім, мен қара сүйек екем, сүйегім қап-қара екен деп. Бұл санаға сіңірген ғой. Одан тобыр жасайды. Соның кейін ана Ғабит Мүсіреповтің әңгімелерінде бар, Атекем келеді деген. Сонда айтады да, мына керей халқы өте билікке қатты құмар болған, билікке бас ұрған халық. Сонда бір сұлтаны біреу қайтыс болса, іздеп жүріп көз соқыр, аяқ ақсақ, ақыл есі кем болса да бір ана төре тұқымын әкеліп өзіне билікке қояды. Өйткені сен тобырсың, ал біз ақсүйекпіз, біз сенің үстінде отырып билік жүргізуіміз керек деген сана тобырға кіргізеді. Оны енгізген кәдімгі Шыңғысхан. Егер Шыңғысханды қазақ болған, Шыңғысханды дәріптегенмен де, қалай дәріптесең де, ол енді түркі болсын, қалай болсын, ол бір шағын бүржіген ұртынан шыққан, руынан шыққан да.
ана Шыңғыс ханның құпия шежіресін оқысаң, сол билікке келді, бүкіл халықтан айтты, біз төреміз, сендерді басқаруымыз керек. Содан кейін қазір сол модель тура осында келді. Біз оны келіспейміз енді. Все-таки 70 жылдан астам советтік өкімет болды. Бәрі тең болды. Тегін медицина, тегін білім болды. Соны біз, мысалы, мен одан отказ бергім келмейді. Қазіргі мына конституцияда соны талап етемін. Асхат, совет өкіметі деген, ол егер бүйтіп айтсақ, тегін медицина, оның бір сейфі болды, соны ашты да халыққа берді. Оған ақшаны Марстан ба, Юпитерден ба, бір жақтан келіп жатыр, халыққа таратты деген. Өткен жоқ, ол халықтың ақшасы болған. Сондықтан енді әлемнің дамуы дәлелдегендей, тегін болған жерде адам дамымай қалады. Мысалы, балаңа үй алып бер, көлік алып бер, бәрін дайындап бер, ол жанын баға алмайтын адам болып қалады. Мен сізбен мына саясат туралы көп сөйлескім келмейді, өйткені қазір адам туралы сөйлеп отырмыз ғой. Жақсы. Бірақ мына сіз жаңа Шыңғыс ханды айтып кеттіңіз ғой. Онда Шыңғыс хан қалай ел басқарғанын білеміз, әлемді басқарғанын білеміз. Сонда қорқыныш қоғамды басқарудың ең тиімді құралы ма? Әрине. Басқа қалай басқарасың? Қоғамды не алдау керек? керек? Арқылы, білім арқылы. Қалай біз заманауи ана Жапония дейсіз. Сонда Жапония олар қорқанышпен ұстап отыр ма не? Билік? Жоқ, тәртіппен. Халықтың менталитеті. Тәртіппен, соның кейін мысалы Кореяны алсаңыз да, Жапонияны алсаңыз да, егерде қандай да бір кемшілік жасап қойса, министр болсын, қайсысы бірден отставкаға кетеді. Демек қорқыныш бар. Иә. Адамды басқаратын қорқыныш, екіншісі бір нәрсеге қызығушылық. Билікте қорқу керек. Кімнен қорқу керек? Халықтан қорқу керек. Халықтан қорқу үшін халық жұмған жұдырықтай ауызбіршілігі болу керек. Ауызбіршілігі болса, ол билікті қорқытады. Ауызбіршілігі жоқ болса, айтады, разделяй властвуй деп. Билік мынаны қорқытады, халықты қорқытады. Екеуінің арасындағы теке тірес анау адамзаттан бері келе жатыр. Және айтып кетті, тәртіп деп, иә. Қазір мына президент Тоқаев айтып жатыр ғой. Біраз болды, заң мен тәртіп деп, иә. Орысша закон и порядок, заң мен тәртіп. Егер былай қарасақ, мен өзім екінші диплом бойынша заңгермін. Сонда қараңыз, заң жұмыс істеу үшін, онда сол заң саласындағы сот жүйесі бар, МВД, ішкі істер министрлігі бар, прокуратура бар, тағы да мына финполиция, әйтеуір бірнеше мекемелер, прокуратура, соттан бастап, сол заң жұмыс істеу үшін қадағалап отырады және қатысып отырады. Ал тәртіп деген ол нәтиже. Тәртіп кейде заң істегенде тәртіп болады, бірақ көбінесе жерде қарасаңыз, тәртіпке жету үшін олар заңды бұзады. Мысалы, сайлауда тәртіп болсын деп олар алады да, заңды бұзады. Қатты бір митингші пикетпен бір қолында бір стап қағаз шықты ғой, алып кетеді. Пикет рұқсатылмайды. Мына конституция жазылып тұр. Митинг рұқсатылған, пикет те рұқсатылған, бәрі рұқсатылған деп. Демек, декларация түрде конституцияда бәрі жазылған. Бостандығы да бәрі жазылған. Адам құқығын бостандығы бәрі жазылған. Ал олар тәртіп сақтаймыз деп заңды бұзып отыр. Менің конституциялық құқымды бұзып отыр. Көрдіңіз бе? Бірақ олар бірге айтады, заң мен тәртіп. Бірақ тәртіпке жететін жол көбінесе заңды бұзушылық болып тұр ғой. Менің ойым. Енді классикалық бір түсінік бар ғой. Әрбір халық өз билігіне лайық деген. Каждый народ заслуживает свое правительство деп айтады. Солай ма? Солай. Бұл аксиома ғой. Бұл аксиома деп ойлаймын да. Сондықтан билігін қандай болса, ол мысалы сол халықтың таңдауы, үнсіз таңдауы. Егер ертең бәріміз шындықты айтсақ, қоғамға не болады? Қоғам күйреп кете ме? Неге күйрейді? Шындық дегенде жалпы қашан азаматтық қоғам, демократик азаматтық қоғам деп көп айтамыз. Демос деген халық қой да, халықтың билігі. Мысалы, екеуміз де халықтың мүшесіміз да. Сондықтан егер сен
бірдеңке істесең, бірдеңке баспұзарлық бірдеңке бастасаң, мен қадағалайын, сен мені қадағалайсың. Әрбір адам өзіне қарай көрпесін тартқысы келеді, да? Сондықтан ана халық арасынан дұрыс адамдарды сайлайды да, соны қадағалап отырады. Мен сізбен кішкене келіспей отырмын. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлгеніңізге келіспей отырмын. Мен қашан бір жыл ма осыны айтқам, мүмкін халыққа жетпеген шығар, мүмкін сізді тыңдап отырып мына халыққа, мына көрермендерге жететін шығар. Қараңыз, демократия деген ол гректегі сөз ғой, демос крата деп, власть народа деп, халықтың билігі дегендей. Бірақ ол буржуаздық қоғамдағы, буржуаздық мемлекеттегі, ол кездегі патриархалды, ана рабовладельческий строй дейді ғой, патриархалды мемлекет болған. Сонда демос дегенде олар құлдарды айтпайтын. Оларда патриции дейді, патриции и плебс. Сонда патриции, сонда сайланатын сенат, конгресске тек патрициялар сайланады да, кратос власть патрициев над плебсом. То есть патрициялар плебсті басқарады. Соны демократия деді. Сосын бәрі бүкіл миымызға 2000-ды қуып жерді. Демократия нағыз халықты. Бірақ ол кішкене мына фальсификация болып тұр. Сонда сіз де тыңдап отырсыз, сіз де соны алданып, сеніп отырсыз. Демократия халықтың билігі деп. Жоқ, демократия ол патрициялардың, демек байлардың билігі қарапайым халықты үстінен. Сол буржуазный. Совет үкіметінде оны алып тастады. Өйткені нағыз кедейлер, рабочий крестьян келеді, совет үкіметі болып, кеңес үкіметі болып басқарады деп, сол демократия, буржуаздық демократия қарсы болды ғой. Сіз дұрыс соны түсініңіз. Ал қазір бізге қайтадан демократия деп, соның демек, сол болып тұр ғой. Қазір жәнегі партия списокта. Сонда 85% кіреді, то есть 15% кіреді партия арқылы да, 85% үндемей тұрады. Сол 15% қандай заң жазады екен деп. Бұл енді шындығында да мәні өзгеріп заман өзгерген соң мәні өзгереді ғой. Қазір ондай буржуазия неме деген былай қатпар жоқ қой. Қатпар. Неге? Бәрі буржуазия. Бізде буржуазный мемлекет болып тұрмыз. Америкадан бастап Европа бәрі буржуазный мемлекет. Қалай болғанда, мысалы енді нағыз демократиялық Финляндияны алайық. Мысалы да Франция, Англия, әсіресе Данияны алайық. Сол жерде демократиялық мемлекет, азаматтық қоғам, әрбір адам заман өзгерді. Қазір сауатты, плебей жоқ, ананы көріп, өзінің құқығы бар, сайлауға бар құқығы бар, депутат сайлайтын құқығы бар, атазаңға беретін құқығы бар. Сол арқылы ана өзінің қара халықтың ішінен шыққан, сол арқылы мемлекетті де басқаруға, қатысуға құқығы бар әрбір адамның. Бар, ең өкініштісі халықтың сол сауатының ашылмай жатқаны, сондай құқығың бар екенін. Мысалы, сондай құқық жоқ болғаннан кейін, мысалы адамдарда үйретілген дәрменсіздік деген, үйретілген сорлық деп айтады. Мысалы, итті алып бір неменеге қамақ қояды, үйшікке. Соңын астынан тоқ соққызады. Анда-санда тоқ соққызады, бірақ қашып шығу мүмкіндігі жоқ. Тоқ соққызады, қашып шығу мүмкіндігі жоқ. Әбден қинайды. Соң бір күні ана қақпасын ашып қояды, тоқпен соқса, ит қыңсылап жата береді екен. Бұл үйретілген дәрменсіздік. Орысша выученная беспомощность дейді. Ана Мартин Селигманның атақты теориясы. Сонда мысалы маған да жанмен тәнге адамдар келеді ғой. Сонда соларға да мен осыны үйретем, өйткені пессимист адам, мен қолымнан ештеңе келмейді, мен ауырып қалдым ба жазылмаймын, табысым жоқ, мен осылай кедей болып өтімге тиіспін деген сондай сенімге бекініп қалған. Сонда соларға мен мысалмен айтам. Сіз кеше АЭС салуға, былай айтам, халық тұрады, айтам, АЭС салуды кім қолдады? Кім 100 адам отырса, 2 адам қол көтереді әдетте. Ары кеткен 3 адам қол көтереді. Шындығында да мен де қолдағам, ішімнен қолдандым. Иә, бүкіл әлем, Европаның бәрі АЭС, атомный электростанциямен етіп жатыр. Бірақ мен соның неменесіне қатыса алмай қалдым. Мен бақылаушы болып тіркеліп қойғам. Мен қарсы, ана таза санатқызып қарсы болған қаладым. Өзім іштен қалдым. Өйткені халық бір рет болсын өз неменесін білдірсе екен, өзінің көзқарасын деп. Сонда адамдарға айттым. Кім қарсы десем, 100 адамнан 97 адам қарсылық көрсетеді. Соны айтам, сіз сайлауға бардыңыз ба? То есть дауыс беруге бардыңыз ба? АЭС референдумға. Жоқ, барғам жоқ. Сіз бардыңыз ба? Барғам жоқ. Неге барған жоқсың? Бардың не, бармадың не? Өздері санап алады. Яғни оның санасына
дәрменсіздік, ана тоқпен соқтың не, соқпадың не, шыға алмайсың деген әбден үйретіп тастағаннан кейін халыққа да сөйтіп бұны үйретіп тастаған. Бардың не, бармадың не, бәрібір дауыс ұрланады, президенттің айтқаны болады деген. Демек билік осыны көріп тұрып, ол ана социологиялық не бір опрос жасайды ғой, иә. Соны көріп тұрып, не істесем соны істеймін деп тықпылап отыр ма жаңа конституцияны? Енді бұл ойлаймын биліктің кішкене көзқарасының да қысқалау болуы. Өйткені бұндай мемлекеттердің дамымайтыны, бұндай мемлекеттің экономикасы дамымайтыны, бұндай мемлекеттің әлеуметтік күші, қорғаныс күшінің де дамымайтыны заңды. Бағынышты демократиясы жоқ елде қоғам дамымайды. Мына Ресейге MIT-дің немесі келді, президенті. Соны Сбербанктың басшысы Греф үлкен жиналыс жасады, сол кезде айтады. Мына орыстар радионы ойлап шығарды, ананы ойлап шығарды, мынаны ойлап шығарды. Біз орыстарда өнер тақпыш керемет көп. Өтті көп дүниені шығардық. Ал бірақ неге қызығын бәрі Америка солар көреді, бізде неге осы технология, мысалы шығаратын көлігі бәрі дамымай қалды дегенде, анау түсіндіріп отырдан кейін бірақ ыза болып кетіп айтады. Сендер сүтті сиырсыз алғыларың келеді дейді. Вы хотите молоко без коровы дейді. Сен сүт алғың келеді, бірақ сиырсыз ақ сүт сауып алғың келеді. Сиыр болмаса сүт қайдан келеді? Сонда сиыр не дегенде, бұл демократия деді. Демократия. Яғни неге сендердегі осы өтті үлкен ғылыми жаңалықтар ашты, неге бәрі немене кетіп қалды? Ол өзінің еңбегін, қызығын осы жерде көрмейді. Ол мынаның арғарай дамитынына, жақсы өмір сүретіне сенімі жоқ. Сондықтан ғылым даму үшін еркіндік болу керек. Сондықтан еркіндік жоқ елде мықты ғалымдар шықпайтыны, оның экономикасының қатты дамымайтыны ол заңдылық. Соны билік түсінсе, бір күн емес кішкене болашағына қарай жұмыс істейтін болса, сол кезде оның бірінші аты қалатын еді. Жаңа Дэн Сяопин сияқты, Ататүрік сияқты, мысалы Ли Куан Ю сияқты осылай бір мемлекеттің алға дамуына үлкен үлес қосып кеткен деген. Адам бала секрет өледі. Бір рет кеудеңнен жаны шыққанда, екінші рет сені еске алмағанда. Мәселе қандай қылып еске алады сені? Ең үлкен адамның миссиясы, мұраты сонда ғой. Мысалы Сталин сияқты еске алса, мысалы жақсы емес қой адам. Адамда адамгершілік деген, мұрат деген сөз болуға тиіс қой. Сондықтан ондай адам аяқ астынан сырттан келеді. Ли Куан Ю бізге бір жақтан экспорт жасап, импорт жасап, Американың, Қытайдан кемейді, халықтың ішінен өсіп шығу керек. Халық соған лайық болу керек. Қараңыз, мына тыңдап отырсам, демек еркін адамдар Қазақстаннан кетіп қалды. Ресейден де кетіп қалды. Қазақстаннан қарап отыр ғой, Америкада, Европада, бәр жерлерде, Түркияда, тіпті Катарда мыңдаған қазақтың адамдары өмір сүріп жатыр, видео жібереді, қараңыз, біз жақсы өмір сүріп жүрміз деп. Сонда қараңыз, тобыр санадан шыққан адамды қоғам неге қабылдамайды? Неге адам өзін ақ қарға дейді ғой, белый ворона сезінеді де шыдамай кетіп қалады? Жалпы қоғамда адамда да өзі сияқты адамдарды қабылдау, ол адамның жаратылысы. Өзінен көтеріліп тұрған, өзінен басқа адамды сыртқа тебеді. Өзі сияқты болса, өзіне қарсы икемдеп, өзіне жинау, бұл заңды. Ал егер қоғамда бірдеңке саған ақылыңа қонбайтын, сенің дүние танымыңа сәйкес емес сөзді айтып жүрген адамды қоғам жақтырмайды. Мынаны айтып жүр, содан кейін ондай адамдарға түрлі бір ярлық дейді ғой. Қоғамдар сол өзінің бір сладкий сон дейді ғой. Тәтті ұйқыда жүргісі келе ме? Ештеңе қарсы шықпай. Бұны бар ғой, 1919-18 жылы 20 жасар Мұхтар Әуезов керемет бір мақала жазған. Соны мен 3-4 рет Фейсбукқа салсам, халық соны түгел оқып шығады. Мынаны қазір сіз жазып отыр екен десек, 1918 жыл, 100 жыл бұрын
Мұхтар Әуезов жазып кеткен екен дейді. Ғой дейді. Сонда айтады, қазақтың бойынан біткен жалқаулық, көнбістік, бұл қазақ соғыс көрмей, бір қиындыққа душырамай ояна қоймайды дейді. Мына құстың шықылдағаны, самал желдің үргені қазақты оята алмайды. Оған зеңбіректің дауысы шатырлаған нажығай босаған оянады. Қазақ сал бөксе деп, сол кезде Мұхтар Әуезов 20 жаста екен. Жапонияны барып көріп келген, салыстырған, қалай дамып бара жатқан. Сол қазақ әлі түк өзгермеген ғой. Сол кезде қазақ, мысалы, мен өзім бір кезде партия ашпақшы болдым, саясатпен айналыспақшы болдым. Сен деген партия. Иә, сен деген да. Сен деген енді мынау сенсің деген сөз ғой. Сен де араласуың керек. Екіншісі, мына маған сен вер деген маған вер міне деген сияқты. Сондай бір қияли болды. Өйткені мен қай қалаға барсам 1000 адам қарсы алады. Ана зал лық толады. Сағат 5-тен сағат 12-ге дейін сабақ өткізем. Адамдар деген шықпай тыңдайды. Содан кейін маған ұсыныс айта бастады. Сіз айтасыз, ананы айтасыз, мынаны айтасыз, өте жақсы сөйлейсіз. Қу сөз не керек? Сөзден іске, неге партия ашпайсыз, неге парламентке бармайсыз? Біз сізді қолдар едік деді. Бірақ шын ана партияға арыз жазың дегенде мен 1000 дауыс жинай алмай қойдым. Сіз телеграм канал аштыңыз ғой. Ашқан кезде телеграм каналға 37 000 адам жиналды. Содан кейін арыздың мен неменесін берген кезде 1000 адам әрең дегенде жинадық. Ал партия ашу үшін, бірақ менің ойымша олар бостан босқа емес, аяқ астынан 37 000 тіркеліп, 1 000 ғана адам жиналған. Сонда 36 000-ға біреу оларға әсер еткен шығар. Көбіне әсер еткен әрине, әке-шешесі көбінесе. Содан кейін Шымкент, басқа қалаларда полиция сөйлескен екен. Сондағы адамдармен, содан кейін әке-шешесіне айтқан, ана балаң партияға кірейін деп жүр, ертең жұмыстан айырылады, ақ болады, көк болады деп қорқытқан. Содан кейін кеше ғана қолдап отырған халық, жай ғана мен айтам, сен ештеңке емес, жай ғана мына партияға тіркелем деген бір ауыз сөзі жазуға рухы бармады ғой. Онда келесі сұрақтарды мына азаматтық қоғам туралы сөйлесейікші. Қазақстанда азаматтық қоғам бар ма, әлде ол тек имитация ма? Әзірге имитация болып тұр ғой. Әзірге. Енді азаматтық қоғамның өзінің бір стандарттары, өзінің бір белгілері болады ғой. Азаматтық қоғам деген не? Азаматтық қоғам деген азаматтардың еркін сөз айтып, еркін митингке барып, еркін өзінің бір көзқарасын білдіріп, және де мына қоғамдағы болып жатқан үлкен келеңсіздіктерді, өзгерістік бәрі сол азаматтардың айтуымен шешілу. Солай ма, солай емес пе азаматтық қоғам деген не? Азаматтық қоғам ол белсенді түрде өз пікірін жасырмай айту, сайлауға бару, өзінің азамат екенін жоғарғы деңгейін көрсету. Яғни қоғамға ықпал жасай алу. Қоғамға ықпал жасай алу. Елдің дамуына, мемлекеттің дамуына, мемлекеттік заңның өзгеруіне, түгеліне ықпал жасай алу. Конституция жазылған өзінің конституция құқықтарын толық пайдалану. Бірақ ол өкінішке қарай біздің қоғамда әлі елесі де жоқ қой. Бұған тағы да біз айтамыз, осыны көрген адамдар да бұның бәріне билік кінәлі. Я билік кінәлі. Ал осындай билікті шыдап отырған, осыны сайлап алған кім кінәлі? Сен сайладың ғой. Ол айтады, мен сайлағам жоқ, мен дауыс беруге барғам жоқ. Енді бармасаң кім кінәлі? Жоқ, мен дауыс беруге барғам, менің дауысымды ұрдап қойды. Оны ұрдатып қойған сен кінәлісің ғой. Сондықтан билікті кінәламай, әрбір адам жауапкершілікті өзіне алып, осы қоғамды құруға атсалысқан кезде, әрқайсысы өзінің кірпішін қалаған кезде ғана азаматтық қоғам құрылады. Оны Америкадан, Түркиядан, Ресейден келіп ешкім бүйтіп құрып бермейді. Ресей деп тұрсыз ғой. Ресейде неше жыл болды, иноагент деп, шетелдің агенті деп, шетелдік ұйымдардан грант алған адамдарды, әртістерді, ғалымдарды біріншіден тіркеді де, екіншіден көбі амалсыздан шетелге қашып кетті, өйткені оларға қылмыстық іс ашып отыр. Тіпті менің жақсы көретін Екатерина Шульман дейді, өте керемет политолог, әйел, Германияда тұрады. Біраз уақыт Астанаға келіп, Астанада бір университетте, Нарикбаев атындағы университетте сабақ берген, өте сыйлаймын. Ол қазір айтады,
тіпті Қазақстанға да бара алмаймын, өйткені мүмкін Қазақстан келсем олар мені тұтқындап Ресейге тапсырады. Сонда оған қылмыс іс ашыпты. Не үшін? Ол өзінің политологияның лекциясын оқиды, сондықты айтады. Сонда енді сұрақ, мына грантпен өмір сүретін ұйымдар шынайы тәуелсіз бола ала ма? Әлде олар шынында да Қазақстан еліне қарсы шығып тұр ма олар? Или Қазақстанның билігі туралы шындықты айтып тұр ма? Сол үшін ұнамай тұр ма? Енді бұл жерде екі ұдайлы, менің өз жеке басымның пікірі, біреуден ақша алған адамның, біреудің тапсырмасы бойынша пост жазып, тапсырмасы бойынша істеген адамның бас еркі өзінде емес. Бәрібір кім ақшасын төлесе, сол музыканы заказ береді дейді ғой, да, тапсырма. Сондықтан кім саған ақша төлеп тапсырыс берді, сен соны айтуға мәжбүрсің. Осындай жағдайда мен бүйтіп ойлаймын. Олар демократияны қолдаушы істеп отырған шығар. Жоқ, мен бүйтіп ойлаймын. Енді прагматикалық көзқарас. Айталық кеме, үлкен ғалам деген кемеде, мынау Қазақстанның кемесі кетіп барады, мынау Россияның кемесі, мынау арабтардікі, мынау Қытайдікі, мынау Американың кемелері кетіп бара жатыр. Кемедегінің жаны бір. Сондықтан мен өз кемемде емес, ана жақтағы кеменің жағдайын ойлауым ол ақымақтық. Менің осы жерде бала шағам, өзім кетіп бара жатырмын, менің кемем батып керек та. Сондықтан егер ана жақта кемеге ол бірдеңке барып жіберсе, оның бір қызығушылығы бар. Атақты ағылшынның енді оны кім айтқан деп айтады? Черчилль айтқан деп айтады. Черчилль емес, бір Робеспьер ме, бір немен айтқан. Фрэнсис Бэкон шығар. Айтқан шығар, сол Англияда мәңгілік достар жоқ, тек қана оның өзінің бас мүддесі ғана бар деген. В Англии нету вечных врагов и вечных друзей, есть только интересы дейді орысша. Мәңгілік достары мен мәңгілік жауы жоқ, оның өзінің бас мүддесі ғана бар дейді. Сондықтан әрбір мемлекет өзінің бас мүддесін нетеді, соны іздейді, соны қарайды. Сондықтан Америкадан егер грант алып отырған адамдар соны алған кезде түпкі айту керек, тегін ірімшік тек қана қақпанда болады. Бұл не үшін беріліп жатыр деген. Мен сіздің кішкене бір сөздеріне. Мүмкін бар шығар, жоқ, шынайы демократияны енді әлемді орнатайық деген бір немене бар шығар. Кезінде Америкада болды, бүкіл әлемде демократияны орнатамыз деген сияқты. Бірақ артынан қарасаң, солардың түпкі ниетін қарасаң, бәрібір сол арқылы сол елдің байлығына ие болу. Болмаса сол елге өзінің ықпалын жүргізу. Біз сияқты шағын ел, аймағы үлкен, шағын елге көз алартушылар өте көп. Мысалы, қазір Америка бізге өте былай жыл жанына тартып жатқаны, бір жақтан Қытайдың тартып жатқаны, біресе Путин шақырып жатқаны, осы үш алып мемлекеттің ортасында біз көп векторлы саясат, шыбын сияқты. Бізге баратын немене жоқ. Сондықтан ана шетелдің грантына ақша алып, соның неменесін саясат істеп жатқандардың да неменесі таза деп айта алмаймын. Мен келісе алмаймын, өйткені егер ол мында өз еркін боласа, тобыр оны қабылдамаса, оған бір қуғындыққа ұшыраса, ол жұмысқа орын алмаса, журналист болсын, басқа жер болсын, өйткені бәрі ресми жерден шығарып жаса, телевидение болсын, басқа жерден, ол қалай күн көреді, қалай отбасын асырайды. Сонда шетелдің грант алады да өзінің әділетті позициясын халыққа жеткізеді. Ол бір. Екіншіден, сіз және мемлекет деп тұрсыз ғой, әрбір мемлекет деп. Менің ойымша мемлекет бір бөлек, билік бір бөлек. Мысалы, Ресей мемлекеті ол біздің көрші, мәңгі көрші, біз олармен мәңгі дос болу тиіспіз. Бірақ Ресей мемлекетін басқарған Сталин болды, Хрущев болды, басқа болды, қазір Путин дейді, ол бір бөлек. Тіпті Ресейге тиіспей қойып Қазақстан. Қазақстан халқы бір бөлек, Назарбаев бір бөлек. Демек, Қазақстанның билігі, Назарбаев, оның және кланы дейік, ол бір бөлек. Сол үшін мен оларға айтуым мүмкін, сендер Қазақстан дегенде халықты айтып тұрсыңдар ма, әлде билікті айтып тұрсыңдар ма? Сол үшін мына айтып тұрсыз ғой, ұйымдар, олар кімге ұнамайды? Қазақстан мемлекетіне ұнамай ма, әлде Қазақстанның билігіне
ұнамай ма? Мәселе осында болып тұр ғой. Ал мемлекет жалпы халық дейік оны, иә, тождественно жасайық, халық дейік. Егер ол халық жақсылық айтып отырса, бірақ билікке ұнамай тұрса шындығы. Сол үшін мен сізбен осында мәселе келіспей тұрмын кішкене. Мүмкін енді қазір мысалы европалық құндылықтар, мысалы Украина мен Россияның арасындағы соғыста өздері көрініп жатыр ғой. Сонда Украина бейшара шырылдап тұрып, Зеленский Европаға қайта барып көмек қолын сұрап жатыр. Бірақ бәрібір Европа өз қарабасын ойлайды. Ресейдің жер асты байлығына көбі байланған. Сондықтан Украина үшін олар жандарын бере қойғысы келмейді, бірақ өздерінің немесі бар ғой. Енді орысша шкурный интерес дейді де, өздерінің жеке басының мүдделері. Олар бірақ нәрседен қорқады деп ойлаймын. Егер Ресей Украинаны басып алып қатты күшейіп кететін болса, ар жағында Польша бар, онан кейін Европаға да бұрынғы тарихтан бар ғой енді, Гитлердің солай күшейіп кеткен сияқты бізге де бас салама деген бір қорқынышпен ғана. Сондықтан әрбір мемлекеттің өзінің ішкі есебі бар деп ойлаймын. Бірақ бәрібір Европада бір кездері, мысалы оңшылдар, солшылдар бар ғой. Бір кездері сол оңшылдар әділеттік болу керек, әлемде әділеттік болу керек деген түрлі ұйымдар жасап, сол ұйымдар арқылы әр елдегі осындай қуғын көріп жатқан, қиянат көріп жатқан адамдарға көмектесіп, керек кезінде оларға бір қашып келсе, оларға қорған болып, сондай бір тірліктер жасады. Қазір де жасап жатыр. Ол шынайы бір кездері болған, оны керек деп ойлаймын. Егер әсіресе біздің ел сияқты, мысалы Өзбекстанда да сол, Тәжікстанда да сол, бұрынғы постсоветтік мемлекеттерде. Енді мен оған ақыл ойым жетпейді, оның кімге, Европаға оның қанша қажеті бар екен. Бірақ түп-түпке, жем-жемге келген кезде биліктегілер өздері бір-бірімен. Жақсы. Қазақстанға қайтайық. Азаматтық белсенділік. Сол туралы айтып отырмын ғой. Ол шынайы ұстаным ба, әлде тренд бе? Бұл меніңше ұстаным болуға тиіс. Тағы да мен үнемі қайта бара берем, түпкі жаратылысқа. Иә. Мысалы мектептің өзінде қарасаң, мұғалімге қарсы шығып, мектептегі бір саясатқа қарсы шығып, өзің сондай болған шығарсын деймін, бір белсенді балалар болады. Тәртіпке, басбұзарлыққа, неменеге, өте бір қиянатқа көне бермейтін да. Кейбіреулер биліктің айтқанын, билік деген сол мектепте де билік бар ғой. Мұғалім бар, завуч бар, директор бар, соның айтқанына көніп, айдағанына жүре беретін да. Ал соның қарсы шығатын балалар болады. Отбасындағы да зорлық зомбылыққа 5-6 бала болса, әкесі деспот болса, соған көніп айдағанына жүгіріп, болмаса қарсы шығып, болмаса үйінен қашып кететін балалар болады. Неге дегенде, ол да оның жаратылысына байланысты. Біздің енді мына Совет өкіметін сен қатты жақсы көресің, бірақ бізде 4 немені алмасты. Буын да, Совет өкіметі 70 жылдың ішінде. Менің апам марқұм осы 28 жылы конфискация жұрағы келген кезде, сол кезде Қытайға қашып кеткен. Қытайда қатты қысым көріп, ол жердегі Мазойдоның қысымы басталған кезде қайтадан келген. Сол кезде үнемі айтатыны менің құлағымда қалып қалды. Мемлекеттің құрығы ұзын. Мемлекеттің құрығы ұзын. Менің әкем жалғыз ұл ғой, байқап сөйле. Басшыларға қарсы сөйлеме. Әбден запы болып қалған. Мына жақтан қашып, жаны әрең қалып, Қытайға кетіп кетті. Қытайдан қашып мында келді. Сол кезде баласының қамын ойлайды ғой. Мемлекеттің құрығы ұзын. Байқап сөйле, аузыңды тый деген немене қалып қалды қорқыныш. Сол менің шешеме де. Кейін мен кішкене саясатқа бірдеңке айналып жатқан кезде, осыдан 5-6 жыл бұрын, шешем үнемі айтып отырады. Байқа, нең бар, өз жұмысың түсте, айырыласпа, анаған араласпа, мынаны айтпа деген. Өйткені ол кісі де сол Советтің қыспағын, Қытайдың қыспағын көріп келді. Сондықтан азаматтық қоғам құру үшін біздің сол қалып қалған қорқыныш біздегі тұрған. Біздің ұрпақ бірдеңке сөз айтуға қорқады, өйткені қорқыныш біздің де санамызда тұр. Анамыздың сүтімен, үйдегі тәрбиемен келді.
бірақ соның ішінде бір аз ғана үнін айта алатын адамдар бар. Солардың саны көбейген кезде ғана. Және ол бір адам құрметтейтін, пікірін ашық айта алатын, дауыс беретін сондай адамдар құрметке ие болғанда, сол кезде ол тренд болады деп ойлаймын. Сіз айтып отырсыз ғой, қорыққан сонша сізге де айтып отыр деп. Сонда қорыққан халық күшті қоғам құра ала ма? Қорыққан халық. Қорыққан халық, Мұхтар Шахановтың қорқақ халық айналмайды ұлы елге деген. Қорқақ қарабасын қамын ойлайтын халық бір ұлы елге айналмайды. Сонда сізді тыңдап отырып, мен пессимистік бір прогнозға, болжамға түсейін деп тұрмын. Бұны мен айтып жатқаным, биліктің құрығызын деп айтып жоқ, бұны айтып жатқаным халыққа ой салу керек. Егер сен бұға берсең суға береді дейді ғой. Қазір күнім не болады деп қорқақ бола берсең, қоғам төмендей береді, халықтың күні төмендей береді, жалпы мемлекет қолдана береді. Оны Мұхтар Шахановтың Әмір Темір жайлы поэмасы бар, сонда айтады: тек қарынға билік берсек, мына ғалам не болмақ дейді. Онда ізгілік өзендер ақбайғалар табандап, қарғалары қарқылдасып, қырандарын жамандап, есегі озып, тұлпарлардың мерей ақсап шабандап, биікпенен аласаның шекарасы жоғалмақ дейді. Сондықтан тек қарынға билік беріп, бүгін қарным тойды, басым аман шүкір дейтін болсаң, ертең елің Түркменияға, Солтүстік Кореяға, болмаса Ауғанстан сияқты бір елге айналып кету қаупі бар. Тағы бір сұрақ, бітірейін деп едім, тағы бір сұрақ. Онда бүгінгі қоғамда, бүгінгі қоғам үшін не маңызды? Ар намыс маңызды ма, әлде пайда маңызды ма? Дәл қазір пайда маңызды болып тұр. Өйткені бұған заманның ағымы да әсер етеді ғой. Өйткені адамда қызғаныш деген бар. Біреу асып бара жатса, соған еліктеу, осылай болсам деген. Сондықтан бұрын мысалы қазақ қоғамында бір аз ғана бай болды, бәленбай мыңы бар. Қалған адамдар мен өмір сүрді. Бір түгел бай болған жоқ қой, бір 10%, 5% болған шығар. Совет үкіметі кезінде 90% халық бірдей өмір сүрді. Ал енді қазір мынау тұр. Сонан кейін қоғамда немене болды? Мынандай адамдардың жоғары шықты. Совет үкіметінде жоқ адамдар там миллиард тауып отқан, миллиондаған, жүздеген миллион. Орташадан жақсы, мысалы коттеджі бар, 2 үйі бар, 3 үйі бар, қымбат көлігі бар адамдар шықты. Сонан кейін мынаның қарапайым халықтың ішінен солар шыға бастады. Кеше ғана малшының баласы, қарапайым жүрген адамдар. Сонан кейін сонда әр қазаққа қазір тек қана байлық, ақша табу, қымбат көлік міну, қымбат үйде тұру, шетелге шығу, сол сенің азаматтығыңнан, егемендігіңнен, болашағыңнан гөрі бұл құндылық. Құндылық қазір бай болып тұр, құндылық еркін елде өмір сүру емес. Күл болмаса біл болсын, жағдайым жақсы болса деген, сол бірінші орынға шығып тұр ғой қазір. Табыс басты құндылыққа айналса, руханият қайда кетеді? Руханият босағада қалады. Қоғам іріп-шірейді. Күліп тұрып айтып отырсыз ғой. Руханият босаға қалады деп. Бұл қасірет қой үлкен. Қасірет шындығында. Шындығында күлетін емес, бұл жылайтын нәрсе. Оны мынадан көрсеңіз болады. Руханият. Мысалы, шегірткелердің концертіне республика сарайы толады. Ал соның атасындай біздің ғасырдан ғасырға келе жатқан өнерімізді жалғастырып келе жатқан біздің ұлы әншілеріміздің тойға да шақырмайды. Концертіне адам жиналмайды. Бұл құндылықтардың, руханият деген не? Адамның рухы, баяғы салтымыз, дәстүріміз, күйіміз, әніміз, тарихи жадымыздың бәрі күресінде жатыр да. Кеше Дженнифер Лопестің концертіне осында Алматыда да, Астанада жалаң бұттың алдында шауып жүрген қатынның концертіне орамал таққан хижаптағылар да барды, солардың күйеулері де барды, тілдер салақтап концертіне бәленбай 100 мың теңге төлеп барды. Осы ма руханият? Сонда қараңыз, қоғамдағы екіжүзділік ол әрбір адамның айнасы емес пе? Иә. Бетін қисық болса айнаға өкпелеме дейді. Сонда бәріміз екіжүзді болып тұрмыз ғой. Содан кейін қоғамды жамандаймыз.
Бірақ өзімізде былай нақтылай қарағанда, зерттегенде өзімізде онып тұрған жоқпыз ба? Солай болып тұр ма? Енді әркім өзіне жауап беретін болса, мен өзіме нақты жауап бере аламын. Мен мысалы жаңағы өте арзан дүниелерге, жаңағы Дженнифер Лопестің концертіне тегін берсе де мен бармаймын. Үйіме алып кеп, саған тойыма концерт қояды, мысалы мен туған күніме алып келсе, ұрсып қуып жіберемін, ары жүр ары деп. Жалаң бұт бас жаққа барып биле деп. Маған одан гөрі Рамазан, Нұрлан Өнербаев, Еркін Шүкіман, Ерлан Төлеутай сияқты өзіміздің халқымыздың ғасырдан келе жатқан құнды дүниелеріміз маған 1000 есе құнды. Сонан кейін мен ана тегін Қайрат Нұртас қайсысы бар алып келсе, мен олардың үйге тойыма тегін де әкелмеймін. Сонан кейін екінші, мысалы мен орысша тілімді құрметтеймін, мүлде орысша сөз қоспай сөйлеуге тырысам. Әрбір адам өзінен бастау керек. Мен ол жағынан менің ар-ұятым таза 200-ді емеспін деп айта аламын. Мен қаңтар оқиғасында қайнаған ішінде жүрдім. ДВК-ның қайнаған ішінде жүріп Назарбаевқа қарсы шықтым. Соның кесірінен бүкіл кәсібімнен айырылып 4 жыл қуғында жүрдім. Билікке қарсы сөзімді әрқашан арымды сатпай, ашық анығын барым бар, жоғын жоқ деп айтып отырмын. Онда қараңызшы, айтады ғой, роль личности в истории деп, орысша айтқанда, қазақша бір адам шын мәнінде үкімет емес, мемлекеттің, халықтың тарихын, өмірін өзгерте ала ма? Әлде ол миф па? Меніңше бір адам ештеңе істей алмайды. Ол өзгерту үшін оның тым құрмағанда маңайында соны өте қолдайтын адам болу керек, мүдделес, және де қоғам кішкене болсын дайын болу керек. Қоғам. Мен терең зерттеген жоқпын, Ли Куан Иннің қалай. Мысалы, бір адамда қанша күш бар? Тіпті керемет күштімін десең де, бір 10 адам, 3 адамды ұрып жығатын шығарсың, 5 адамды ұрып жығатын шығарсың, да? Ал енді сен андақа президент болдың, прокурорды сайладың, сотты сайладың, парламенттің төрағасын сайладың, премьер-министрді қойдың. Бірақ оның астындағы адамдардың бәрін сен бақылай алмайсың ғой. Да? Ол адамдар жаңағы сот, прокурор бәрі түгел ұйымдасқан қылмыстық топ болып, өз дегенін өзі істеп жатса, сен қолынан не келеді? Ал егер қоғамның біраз бөлігі, көпшілік бөлігі әділетті талап етіп, осылай болуға тиіс деп, соны дайындап отырғанда анау келсе, сондай адам келсе, сол кезде қоғамның өзгеріп кету мүмкіндігі бар. Онда келесі, қоғамнан озып кеткен адам, жалғыз болуға дайын керек пе? Жалғыз болуға ол адамның дайын болу керек пе сонда? Иә, ол адамның өзінің таңдауы. Оны ешкім бөліктеген жоқ. Мысалы, мен кезінде ДВК-ға кірдім ғой. Сонда Моңғолияда жатқан кезде мен Төлен досым айтты. Сол кезде мен Төлен Тоқтасын. Бір кезде мен тағдырыма кішкене ренжіп, 1000 адам жұмыс істеген, Үржардың Айкөздің ет комбинаты, Павлодардың Жиһаз, Семейде тон завод, бүкіл Қазақстан дүкендері бар, кәдімгідей бұрқырап жүрген адамды бір күні фук деп түгел дүниеден айырылып, Моңғолияда Төлен екеуміз жатырмыз. Өмірден түңіліп. Сол кезде айттым, құрық басын осы саясаты бізге не керек еді? Осының кеселінен міне, сен елге келе алмай жүрсің, мен де қаңғып жүрмін, бүкіл жиған еңбекпен тапқан дүниенің бәрінен айырылдық дегенде, Төлен маған ескерту жасады. Ахмет, сен ешкім зорлаған жоқ. Мысалы, Қалымжан түрмеге түсіп қалған кезде, бүкілі жан-жағынан кетті да. Ғалымжан Жақияновты айтып тұрсыз. Иә, Ғалымжан, бәрі өз тірлігімен кетті. Танымаймын, білмеймін деп. Ал мен сол түрмеге де бардым, ана бір рет Өскеменге барып, біз 500 адам апарып, ана Лукин деген әкімді қамап тастағанда Финполдан соны алып шықтық. Мен соңына дейін болдым. Сонда айтты, бұны сен саналы түрде таңдап алдың. Соң кейін менімен адамдар амандаспай кетті. Павлодар жүрген кезде мен Ғалымжанның досы болдым ғой. Бәрі келіп амандасып қалың қалай дейді. Алып тастағаннан кейін қасыма бір үстіме қотыр шыққан адам сияқты маңайым адам жоламай кетті. Бұл менің таңдауым болды. Бейшаралық қой. Сол кезде жоқ, маған айтты, мысалы, ДВК-ның атына, Ғалымжанның атына бір сөздер айтты адамдар келіп, да, бұлар сатқындар, ана-мына деген бір сөз айтсаң, сені фабрикаң неменен қалады деген. Мен айттым, үйтіп қарап ет болғанша, мен түгім жоқ болған жақсы.
малым жанымның, жаным Ар. арым садағасы. Иә. Бірақ оны мен саналы түрде таңдап алдым. Сонда Төленің маған ескерткені, сен бұны саналы түрде таңдап алдың, осылай түктен түксіз қалуыңды сен арыңмен қалдың. Бұл сен саналы таңдау. Сондықтан қоғамды дік пікірді қарсы шыққан адамның жалғыз қалуы заңды. Қоғам сені сыртқа тебеді, сен соны ешкім сені мәжбүрлеген жоқ, сен оны саналы түрде қабылдап алдың. Жастарға не айтасыз? Жастарға айтатыным, бірақ қазақтың ұстанымы өте керемет, құндылығы. Үш нәрсемен тәрбиелейтін. Жаман болады, обал болады, ұят болады. Бұл сенің мына жерде тұрған бақылаушы камераң. Иә. Үнемі сені бақылап тұрады. 24 сағат бойы. Егер осыны шынымен, осы категориямен өмір сүретін болсаң, мысалы, жаман болады деген бұрын айтатын, беліңді таяма, құстың үйге қарай жүгірме дейтін. Қазіргі заманда арақ ішпе, темекі тартпа, жалқау болма, жаман болады, өз өміріңе жаман болады. Обал болады деген, біреудің ақысын жеме, жетім жесір жылатпа, обал болады, ұят болады, арға сыймайтын, арыңа сай келмейтін ұятты нәрсені істеме. Біздің әке-шешеміз, әсіресе шешем, осы қағидамен, осымен өмір сүрді, өмір бойы. Мысалы, дінде қатты айтам, діндар болған жоқ. Әкемді, апаларымда ешқайсысы намаз оқып жатқанын көрген жоқ, 90 жыл өмір сүрсе де. Бірақ олар осы қағидамен өмір сүрді. Біреудің ала жібін аттама, ұят болады деген. Жастарға айтатын едім, қазақтың осы ғасырдан ғасырға келе жатқан құндылығы осы үшеуі. Жаман болады, өзіңе жамандық жасайтын нәрселерді ішпе, жеме, істеме. Обал болады, ұят болады деген ұстаныммен өмір сүрсең, сенің өмірің, арың алдында таза боласың, денің сау болады, сый құрметке ие боласың. Ең бастысы өзіңді жек көрмеу, ар аттамау. Егер кез келген адам ар аттаса, оның ары ішінен жейді бәрібір. Мына жерде сен мынандай бір нәрсе жасап қойдың, ана жерде өтірік айтып қойдың, мына жерде бас тартып үндемей қалдың, осалдық таныттың деген. Ең үлкен сот ұят, ар соты. Сондықтан қазақ армысың деп амандасамыз ғой. Оның әртүрлі интерпретациясы бар, бірақ маған ұнайтыны арың таза ма деген. Оны кейбіреулер мазақ қылады, бірақ орыстарда да, мына ақсүйектерде честь имею деген болған. Честь имею. Менің арым бар. Арды жоғары қоя. Менің үлкен құндылығым ар аттамау. Сондықтан арымыз таза болсын, ар алдында ұятты болмайық. Жастар осыны ұстанса, өзінің де өмірі, елдің де өмірі жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет, аха. Ал, құрметті көрермендер, әрқашанда ар жолмен жүрейік. Ұятымызды ұмытпайық. Нағыз қазақ болайық. Ал нағыз қазақ ол еркін халық. Ешкімге бағынбайтын халық. Тек ар мен ұятқа бағынатын халық. Ұмытпаңыз оны. Аман болыңыз. Әрбір үйде өсіп жатқан балалар, бүлдіршіндер дұрыс тәрбие алсын. Нағыз қазақи тәрбие алсын. Солай ғана біз егеменді, еркін, тәуелсіз мемлекет бола аламыз. Ләйім солай болсын. Аман болыңыз. Сау саламет болыңыздар.